Баршаға Гүлзей асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше әдемі салаттың, юрта салатының рецептіменен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қайнатылған сәбіз, жұмыртқа, қияр, укроп, қызылша, туралған ет және де картоп керек болады. Салатымызды осындай шұңқырлау кесеге дайындайтын боламыз. Ең бірінші етімізді саламыз. Шет-шетін әдемілеп салып алып, шет-шеттерін жинап, дөңгелектеп аламыз. Оның үстінен майонезімізді саламыз. Шет-шеттеріне кесеге тигізіп жібермеу керек. Одан кейін біз сәбізімізді саламыз. Барлығын жақсылап салып, шет-шеттерін жинап, тегістеп аламыз. Барлық заттарымызды салғаннан соң майонезбенен арасынан осылай жүргізіп отырамыз. Майонезімізді тегістеп жайып алғаннан соң осылай укробымызды тек қана осылай шетіне ғана сеуіп шығамыз тегістеп. Келесі бізде жұмыртқа. Оны да тегістеп салып, жұмыртқадан кейін мен аздап тұз септім. Жақсылап сеуіп, осылай майонезіміз жағып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қиярымызды саламыз. Тұздалған қиярды салсаңыздар да болады. Қиярдың үстінен майонез және де картопымызды саламыз. Майонезімізді жағып, қызылшамызды саламыз. Енді бізге осындай тарелка қажет болады. Кесеміздің үстіне тарелкамызды қойып, кесемізді ұқыптап аламыз. Мінекей, осындай әдемі салат шығады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Видеомды аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.